қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің Шағала балабақшасының бақытыңды балаңнан ізде тренингіне қош келдіңіздер. Алдымен амандасып алайық. Мен сізге бірінші бір-бірімізге жылы сөздерімді айтайық. Мен сізге бақыт тілеймін. Гүліңізді береміз атынан жалғастырып. Жақсы тілек бәрін қосып береміз. Балдарымыз әйтеуір денсаулық болсын. Балдарымыз бақытты болсын. Жақсы нелерге, жақсы оқуларды, жақсы нелерді үйрене берсін. Рахмет. Құрметті ата-ана, көрдіңіз бе? Бізде бір гүл болған еді. Бәрімізге гүл, бір-бірімізге қалай адамдарға жақсылық жасасақ, жақсылық тілесек, бақыт тілесек, бізге өзімізге соншама көп болып қайтып келеді. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Топқа, орындықтарға жайғаса қояйық. Ата-аналар алдарыңызда параша бар. Соны мұқият оқып алып, жауаптарыңызды танысып өтейік бір-бірімізбен. Ата-анасы айта алыңыз. Кім? Иә, сіз өзіңіз тұрып таныстырыңыз, танысып. Мен Жексенбай Диас. Қаттырайын. Жексенбай Диас Қадырбекұлының мамасы болған. Есімім Ақгүл. Баланың аты. Балаңыз осы. Иә, балаңыз Диас. Баланың аты Диас. Жасы бұйырса 5-ке толады жақында. Қарлығаш торында. Тәрбиешісінің аттары Лаура апайы, Север апайы. Өзгерістер жақсы. Жақсы сөйлеп, жақсы не болады, жақсы нәтиже болады. Мизатқа қызығушылығы бар, қандай қабілеттері бар, жалпы өз үйде де ата-ана біледі ғой. Өзі талпынып әйтеуір неғып тұрады. Тақпақтарын жақсы айтып бастап отыр. Тілі жақсы шығып отыр. Шағала бақшасының ұжымына көп рахмет айтамын. Осындай жақсы нелер береді. Әйтеуір жақсы нәтиже болып жатыр. Келер әйтеуір. Мен баламның есімі Қарақат Ернар. Анасымын, атым Омекен болады. Жасы 4 жас 4 ай болды. Ақжелкен топта апайының аты Анар апай, Мерует апай. Көбіне біздің баламыз суретке кішкене қызығушылығы көп. Шүкір Аллаға сөйлеп, әйтеуір талпынып жетіп келе жатыр. Не дейміз енді басқа? Осы әйтеуір балабақша ұжымына Шағала. Алғысым шексіз тәрбиешілеріне. Әйтеуір баламыз жақсы жағынан көрініп жатыр. Рахмет көп. Рахмет. Сапарбай Дидар, мамасы Дүриямын. Балам 4 жас 9 айда. Тәрбиешісінің есімдері Анар апайы и Мерует апайы. Балам 3 жасында енді балабақшаға. Оның өзгерістері жақсы жағынан жақсы оқып, сөйлеп, жақсы нелерді көрсетіп, жақсы жағынан келе жатырды. Тіл жағында қабілеті. Осы Шағала балабақшасына тілейтінім осы үй ұжымдарына жақсылық, денсаулық, осы табыстары молынан болсын деймін. Әумин, рахмет сізге. Құрметті ата-аналар, енді балаларымызға бүгін жақсы тілектер тілейтін күн. Мамасы оқи қойыңыз қандай? Жақсы тілеймін.
дидарыма балапаным, жақсы көрем, қошақаным, жаным, құншағым, үлкенім болғанда доктор болып, жүрегім, аппағым, томпағым, жаным. Күнделікті осы сөздер айтасыз ба? Иә. Рахмет сізге. Осы сөздер балаларға жылы сөз айту, жылы мейір махаббат беру арқылы балалар өсіп өнеді. Диас, жаңа танасы сіз қандай тілектер айтасыз балаңызға? Балапаным, Диас, құншағым, тек биіктерден көріне бер. Тұңғышым мен, болашақта елінің елеулі президент болып, ақылым сол, тілекші бол үлкендерге, кішілерге қамқор бол, елге тайын сол, айтқан тілді алатын балапаным. Рахмет сізге. Рахмет. Ернұрдың ата-анасы. Балапаным, құлыным менің Ернұрым. Үлкейгенде полиция болам дейді. Балапаным осы деген ойлаған мақсатына жеткейсің. Президент болам дейді, жоғарыдан көрінгейсің балапаным. Ойлаған арман мақсаттарына жетсін құлыным. Рахмет сізге. Бір-бірімізге осылай балаларымызға рухани деңгейде осы сіздің тілектеріңіз жетеді. Бала мен ата-ана арасында құдірет құбылыс бір-біріне. Құрметті ата-аналар, біздің Шағала балабақшасы денсаулық сақтау технологиясы бойынша бағыты бойынша жұмыс жасаймыз. Соған мінекей біздің релаксация кабинетімізді Шағала балабақшасы бізге жабдықтап берді. Сонымен қатар мінекей біздің барлығы қолдан жасалған ойындарымыз балалардың тыныс алу жаттығулары, сонымен қатар барлық танымдық қабілеттерін арттыру үшін барлық ойындар жасалған. Мінекей, мына қарап отырсаңыздар, мына қарапайым үй жағдайында жасаған оттықтың мынау пішіндерді ажырату, түстерді ажырату, сонымен қатар мінекей тыныс алу жаттығуына барлық көздеріңіз көріп отырғандай қолдан жасалған дүниелер. Енді ата-аналар, мен қазір сіздер де балаларыңызға уақыт бөліп, сонымен қатар үйіңіздің бір бұрышынан балаларыңызға осындай ойындармен ойнайтын біз болып жұмыс атқарып, осы балаларым үшін бұрыштар дайындау, ойын бұрыштарын дайындасақ болады екен. Қазір мен сіздерге мына шарлар антистресс деп ұстап көріңіздер. Осындай балаларымызға үйден де үй жағдайында жасалатын ойыншықтар тыныштандыру, бала қатты мазасыздан келсе, осындай ойыншықтарды қолына беріп, ішіне қызығып, қарау үшін. Соны сіздерге қазір шығармашылық жұмыс ретінде бір осы жерде жасап көрсетейін. Бірігіп жасайық. Орындарыңызға орналаса алыңыздар. Құрметті ата-аналар, мінекей қазір осындай антистрестерді біз үй жағдайында дайындау жолдарын көрсетемін. Алдымен қайшымызды алып, шарымызды алып, мына қызыл түсті жасышан, түрлі түсті, оны емес бірінші, түрлі түсті шарларымызды аламыз. Ата-аналар, алдарымызда түрлі түсті шарымызды аламыз, қайшымызды аламыз да, шардың ең үстін кішкене ойықтап қия береміз. Бір қиямыз, қандай тесік болу керек. Жақсы. Енді шарымыздың қапталынан тағы қиямыз. Екінші қапталынан қиямыз тағы да. Қидық батанлар. Енді мына қиылған шарымызды екінші жағынан, бүтін жағын қиямыз тағы да. Шарымызды теңестіріп алып. Осы бағытта екі домалақ жасап қисақ болады.
кешірме құрметті ата-аналар, мына шармен жұмыс мынандай үй жағдайында ұнмен де немесе крахмалмен де іштеріне салып, шарлардың іштеріне салып, міне салып жасауға болады. Ол да қандай осындай. Керемей, қандай шарға саламыз? Қайсы болса салайық, түрлі түсті шарға саламыз. Сонымен қатар біздің балабақшамызда 3D аппараттары бар. Біздің әр баламызды жеке қабылдауда осылай мен балалармен әр жаққа саяхатқа шығамын. Әлем табиғат қоршаған әлем, мұхиттағы әлем, әр бала көзімен көрмегесін, қандай жағдай, қандай тіршілік бар екенін білмейді. Сондықтан осы 3D аппаратымен мен саяхатқа шығарамын. Бірде мысалы аспанға, бірде табиғат бұрышына, мысалы. Ол үшін андай мен өзім ютубтан 3D нелерімізді соткамен салып, осы аппаратпен балалардың көзіне кигізіп, әр жаққа саяхатқа шығамыз. Қазір сіздер де осы сәтті сезінсін деп сіздерге де көрсеткім келіп отыр.
тыныштық сәтінен кейін өзімізді бір сыйлап алайық. Жалпы сіздерге ол кеңесім және басқа кездерде бір қайғыға, бір депрессияға, бір құдай сақтасын, бір заттарға, сондай жаман ойлар келсе, осы жалпы жаттығуды 10 рет отырып тұру. Орнымызда 10 рет отырып тұрамыз. Жарайсыздар атаңдар. Жалпы осылай үйде бір кішкене настроениеңіз болмайды болса, отырып тұруды қолға алыңыздар. Сол кеңесім, бірінші кеңесім. Екінші кеңесім айна жаттығу деп аталады. Жалпы таңертең кешке айна жаттығуын жасауға тырысайық. Айна жаттығу. Айнаны қолыңызға алыңыздар, өзіңіздің айнадағы адамның оң көзіне қараңыздар. Былай сізде сол көз болады. Айнаға қарап кімді көріп тұрсыздар? Бақытты ананы көріп тұрсыздар ма? Иә. Енді өзіңіздің есіміңізді айтып, өзіңізге тілек тілейсіз. Менің жағдайымда, мысалы мен, Майра, мен сені жақсы көрем. Өте қатты жақсы көрем. Мен саған ризамын. Сен осындай бақытты, мейірімді, қуанышты күндерің көп болсын деп тілеймін. Отбасың аман болсын. Құрметті ата-аналар, осылай өз жағдайыңызды, атыңызды, есіміңізді айтып, күнде таңертең кешке үзбей 15 күн істесеңіздер көп нәтиже болады. Өзіңізді бірінші ата-ана өзін жақсы көре керек. Ата-ана, ең бірінші ана дегеніміз бір қолмен бесік тербетсе, екінші қолмен әлемді тербеткендей. Сіздердің нұрларыңыз барлық әлемге шашылады. Балаңызға, отбасыңызға, жан-жағыңызға. Сіздер жақсы болсаңыздар, жан тыныштық болса, сізде балаңызда барлығы да жақсы болады. Әлемге күліп қарасаң, әлем де сізге күліп қарайды. Енді өздеріңіз жеке-жеке бір-бірін айта қойыңыздар сөзін. Күнде жалпы айнаға қарап, таңертең кешкесін айтсаңыздар болады. Майра, мен сені жақсы көрем, өте қатты жақсы көрем деп. Мен Ақгүл, мен сені қатты жақсы көрем. Мен саған ризамын. Алда уақытта бақытты күндеріміз өте көп. Балапандарымыз аман болсын. Сол бақыт тілеймін. Мен саған бақыт тілеймін. Мен сені қатты жақсы көрем. Мен бақытты анамын. Балапандарымыз аман болсын. Көрер қызықтарымыз мол болсын. Денсаулықтарымыз мықты болсын. Мен қатты жақсы көрем, жақсы өмір сыйлаймын. Зулия, мен сені жақсы көрем. Дендерім сау болсын. Мен бақыттымын, мен бақытты анамын. Мен балапандарым аман болсын. Өзімді қатты жақсы көремін. Бақытты әйелмін, бақытты анамын. Денсаулығымыз, көретініміз алда. Баламыздың қызығын көрейік. Жарайсыздар ата-аналар, осылай таңертең және кешке күнде осылай бір-біріміз өзіміз сөйлесіп, өзімізді жақсы көруіміз керек. Жарайсыздар. Енді ата-аналар орнымыздан тұрайық. Құрметті ата-аналарым, сіздерге мыңда бір алғыс, келгендеріңізге, бала үшін келгендеріңізге рахмет. Сіз біз болып осылай баламыздың дені сау болып, баламыздың болашағы жарқын болсын деп сіз біз десіп, осылай баламызды қолдап қолпаштап отырайық. Бүгінгі тренингтен қандай сізге әсер алдыңыз, өзіңіз қандай әсер алдыңыз, қандай тілегіңіз бар, айтамын. Міне, мен жақсы әсер алдым. Кішкене шардың несін өзіміздің айнаға қарап сөйлегенімізге әсеріміз мол. Мына шағала балабақшасына үлкен табыс, үлкен шығармашылық тілеймін. Өркейе берсін, өсе берсін деп тілеймін. Рахмет сізге. Осы шақырғаныңызге жақсы әсер алды. Уақыт бөліп шақырып жатырсыңыз, рахмет көп, жақсы әсерлер алды. Алла бұйырса, енді бұның бәрін істейміз, үйде балдарымызды қызықтырамыз. Дейміз де осы балапандарымыздың дені сау болсын, бәріміз балдарымыз үшін жүрміз, балдарымыз үшін уақыт бөліп келеміз әрине. Дейміз осы балабақша ұжымына рахмет көп, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Дейміз табысты жыл болсын, әйтеуір осы жолымыз. Рахмет.
Майра апай, сізге көп рахмет. Осылай кішкентай немізге балалық шағымызға барып қайтқандай болды. Иә. Көп рахмет сізге. Бала шағамызбен көбірек уақыт өткіземіз енді осылай. Балдарымыз бақытты болсын, аман болсын. Рахмет. Шағалап балабақшасы да өркендей берсін. Кішкентайларымыз ауырмасын, дендері сау болсын. Сіздерге бәріңізге әйел бақытын Кішкентай ғана осындай жылулық отбасынан, отан отбасынан басталады дейді. Осы кішкентай отбасымыз, осындай кішкентай жылудан бір-бірімізге мейір махаббатымыз төгіп жүре берейік. Ата-ана, сізге келгеніңізге рахмет. Сонымен қатар, мына жақта көріп отырсыз ба, қандай мақал түйегі бар мына жерде. Әке асқар тау, ана бұлақ, бала жағасындағы құрақ демекші міне. Көрдіңіз ба, балаларымыздың болашағы жарқын болсын, жайқалып өсе берсін. Және сонымен қатар жаңа отан отбасынан басталады демекші, мен сіздерге мынандай Қазақстан шоколадын сыйға тартамын. Өміріміз осындай тәтті болсын, отбасымыз аман болсын, бала-шағамыздың болашағы жарқын болсын деп, сонымен қатар сіздерге осындай күнде аффирмациялар айтып жүрейін. Өзімізді көтеруіміз керек. Өзімізді көтеріп, өзімізді жақсы көріп жүрсек. Сіз де жемісін көріңіз. Рахмет. Сіздерге рахмет. Келгендеріңізге рахмет. Сізге де рахмет. Рахмет. Көргеніме де қуанып Балдарыңызды жақсы көретіндей бар екенсіз. Рахмет.